Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей жаңа узор үйренеміз. Міне көрдіңіздер ғой, қандай күшті. Керемет. Мінекей теріс жағы мынандай, оң беті мынандай. Көрдіңіздер ғой, ал бастайық. Мына жерде мен 16 көз алдым. Міне өзі узор 4 қатардан тұрады. Мына бірінші қатар, ал бастайық. Мына біріншісін іліп аламыз. Мына бірінші қатарын бастағанда біз барлық көзді терісінен тоқимыз. Мінекей осылай. Көрдіңіздер ғой? Өстіп, аяғына дейін бәрін теріс қып тоқып шығамыз. Мінекей, сонымен бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда барлық көзді біз оң қып тоқып шығарамыз. Мінекей. Мінекей, бар болғаны осы. Осымен екінші қатар аяқталды. Үшінші қатарда мына екі көзді екеуін бірге алып қысқартып, оң қып тоқып жібереміз. Көрдіңіздер ғой? Келесі екі көзді бірге аламыз да, қысқартып, оң қып тоқып жібереміз. Мінекей. Мінекей. Өстіп, екі көзден алып қысқартып, аяғына дейін өстіп тоқып шығамыз. Мінекей. Мінекей, сонымен үшінші қатар аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда көрдіңіздер ғой, мына жіптерді. Мінекей. Анық көрініп тұр, міне. Мынау қысқартқан кездегі мына жіптер көрініп тұр. Қазір біз біріншісін іліп аламыз. Осы жіптер білдекешті осы жіптердің астынан жіберіп, мынау негізгі жіпті өстіп тартып алып, оң қып тоқып жібереміз. Жаңа қысқартқан жіптерді орнына келеді сол кезде. Мына келесін оң қып тоқып жібереміз. Мынаның астынан жіберіп, өстіп оң қып тоқып, келесін оң тоқып, өстіп аяғына дейін тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Астынан жіберіп, өстіп тоқып, осымен төртінші қатарымыз аяқталды. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Тағы бір қайталап жіберейік. Теріс бетінде әдеттегідей барлық көзді біз терісінен тоқимыз. Қараңыздар. Мінекей. Өстіп, бұл бірінші қатар. Өстіп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді екінші қатар. Екінші қатарда барлық көзді біз оң қып тоқып шығарамыз. Бар болғаны осы. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда жаңағыдай екі көзді алып, екеуін біріктіріп, екеуін қысқартып жіберіп, оң қып тоқимыз. Екі көзді алып, екеуін қысқартып, оң қып тоқимыз. Өстіп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Мінекей. Бұл оп-оңай. Осымен біздің үшінші қатарымыз аяқталды.
Енді төртінші қатарымыз. Төртінші қатарымыз жаңа көрсеткендей, мына жіптердің астынан білдекешті жіберіп, жіпті тартып алып, өйстіп оңға тоқып жібереміз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, міне. Мінекей. Осынан мына жіпті тартып алып оңға тоқимыз. Мынау келесі жіпті біз оңға тоқимыз. Мына жіптің астынан жіберіп, мына жіпті тартып алып оңға тоқимыз. Мынаны оңға тоқып жібереміз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Осыменен біздің төртінші қатарымызда аяқталды. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, қандай оп-оңай. Негізі жұп-жұқа кофта тоқуға болады осы ұзынменен, керемет болады. Мінекей. Міне. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті. Ал сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тоқыңыздар, көріңіздер. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.